100% өз-өзін жаратқан Құдай бір жарық болған, тоқтық, жүрек жарық болған. Біріншіден өз-өзін жаратқанда 100% махаббат өз-өзіне сол уақытта көрсеткен. Енді бір уақытта көрсетті, бір уақыт. Бір уақыт ол 1 минут. Сол жарықпен, жүрек жарықпен, махаббат жарықпен 1 жылда жүріп, енді менің жынды түйсік ойым бойынша сол сәуле шындық жан болды. Сол жүрекпен бірге. Сол 1 жылда жүріп, сол жүрекпен жан. Содан кейін 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін домалақ 100% жарық ой болды. Ми болды. 100% өз-өзіне Құдай болды. Айтты, өз-өзіме Құдай болдым. Енді жан білмей неме деп айтты. Шындық болдым, мен жүре берейін деп. Содан кейін 1 жылда ойлап, осы әлемді бүтіндей, ана дүниені бүтіндей, ана дүние домалақ өсе береді, ауа шынысы бар, өзі аспан домалақ ғалам болып, 99% әділетшілік ауасын жіберіп, 100% заңдығын жіберді, 100% шындығын жіберді, 100% бүкіл 100% қандай жарықтар бар Құдайда, соның бәрін жақын бітпеушілікке жіберді, қай жерге жете алады, байланыс бәрін. Сонымен Құдайым-ау, сен соның бүтіндей бәрін жаратты, бірінші ұлдарды жаратты, бүкіл тал, адам баласын 4,5 миллиард бәрін. 1 жылдан кейін сөйтіп бағып, өзі енді ғана өз-өзін жаратты ғой. Енді ғана жаратты, соның 1 жылдай бағып, соның кейін жұмыртқа сияқты нәрседе. Соның қыздарды 4,5 миллиард жаратты, бүкіл талдарды да, қыздарды да. Сөйтіп өмір болып кетті. Қазақты, негрді, орысты, еврейді, арабты бәрі болды сол кезден. 9 миллиард жан әр кезде береді, жарата береді. Құдайым-ау, сен қоңыз да, адам баласы да, бүкіл сен жаратылысын да, тірімес да бола алмайсың. Сен құдайдықсың, олдықсың, 95%-ға мәңгі жарықсың. Бұлттық 15% бұлттығынды миымды чіртіп сады сенің. Қайта жанға да кіресің, жүрекке де кіресің, ойға да кіресің. Бірақ мен сөзіме жауап беру керекпін әр кезде. Сол үшін мен жындымын, Құдайым-ау. Айтқанда мен ойламай, сен айтқан сөзіне 100% сеніп болсын жаза салам. Аумын, білмеймін.